Сәлем достар, қалайсыздар? Гуглға кабинет налогоплательщика деп жазамыз и кіреміз. Войти по ЭЦП. ЭЦП арқылы кіреміз, иә? Выберите файл дегенге аутстуны таңдаймыз, парольді жазамыз. Сосын окей деп выбрать дегенді басамыз. Біздің өзіміздің кабинетімізге кірдік, бірден лицевой счетқа барайық. Қараңыздар, бірінші тексеріп аламыз, қанша төлеген екен налогтарды. Так, 900-101 бойынша КБК-ларына қарап шығайық. КБК бойынша жазылып тұрады бізде. Бірінші 42 мыңды тексереге. 901-101 бұл бізде пенсионка. Пенсионканы тексеріп алайық. Айына 7000 теңгеден төледі, көбейтесін 6 айға. Сонда 42 мың теңге шығып тұр, значит бізде дұрыс төленген. Келесі 902-101 деген бізде соцотчисление. 102.900 теңге, 17.150-ді 6-ға көбейтсек, дәл сол сума шығып тұр. Демек, соцотчисление біз дұрыс төлегенбіз. Келесі бізде 4900 теңгеден ОСМС, 29400 теңге 6 айға көбейтсен дұрыс. 904-101, оның КБК-сы. Келесі 50400, ол қайдан шықты? Бұл бізде подоходный налог. 8400 теңгеден төлегенбіз, 6 айға көбейтсек 50400 теңге. Барлығы түгел, барлығы бар, енді отчетін жасайық. Бұл бізде ИП ауылдық жерде орналасқан. Оны қайдан көріп отырмыз? Мына жерде бәрі 01-ден аяқталса, бұл жерде 04-ден аяқталады. Демек, ол бір ауданның ішіндегі ауыл, немесе регион, район, сондай жер. Оны регистрационный данныдан толық қарай аламыз. Так, проверить статус запроса дегенді қайта-қайта басамыз. Бүгінгі күнгі датамен ауыспайынша, иә? Так, асты қарай түсірейік. 4-ші пунктті қарасақ, бізде толықтай ауылына дейін жазып береді. Қай жерде орналасқан барлығын. Түркістанның ішінде түлкібастың ішінде, мысалы, Рысқұл ауылы дейді. Енді мына жерге келіп қарасақ, бізге тек қана қай УГД-да орналасқан ғана көрсетеді, ауылды көрсетпейді. Сол себептен жаңағы 4-ші страницаны қарап аламыз. Бастапқы 58-15 УГД-да деп жазылып тұрды. Именно подоходный налог 58-15-04-те, яғни ауылда дейді. Подоходный налогты ауылға ақшасын ауылға төлеп отырамыз, қалаға төлемейміз, районға, ауданға төлемейміз. Так, журнал форм найти дейміз. Бірінші қарап аламыз, қаншама отчет жасалғанын. Соңғысы очередная болған бізде 2-ші полугодие 2022 жыл. Енді біз 2023 жыл 1-ші полугодияны толтырамыз. Келген ол жеріңізден бастап толтырыңыздар, 910-ші форманы таңдадық. Мына жерде аты-жөніміз автомат түрде жазылып тұр. Енді кеттік. Қай полугодия сұрайды бізде? 1-ші полугодие 2023 жыл. Не ведет бухгалтерский учет дейміз. Так, первоначальный ма, очередной ма дейді. Очереднойды басамыз, Егер жабатын болсақ, ликвидационныйды басамыз. Бізге очередной. Егер бірінші болатын болса, бірінші рет жасап атсаңыздар, онда первоначальныйды басыңыздар. Бізге бірақ қазір очередной керек. Оның астына резидент па, не резидент па дейді. Резидент Республика Казахстанды таңдаңыздар. Қалған ұяшықты толтырмаймыз. Келесі доход дейді. Осы 6 айда қанша доход болды, оборот болды. Бізде 6 айда 560 мыңнан оборот болды. Оны 6-ға көбейтсек 3 360 000. Оны копировать етіп, ставить етеміз. Сіздер мысалы Каспи Пейден, аналитика продажын қарап, қанша болды, соны жазасыздар. И астында 50 400 подоходный налог, соцналог деп шығарып беріп тұр бізге автомат түрде. Осылай төлеңіздер деп. Енді оның астына зарплата жазамыз. 6 айға бізде 490 мыңнан болды зарплата. Соның барлығын теріп шығамыз 6 ай бойы. Егер сіздікі 5 ай, 4 ай болса, қалғандарына 0 басып кетесіздер, Тек доход болған айларды толтырамыз. Қараңыздар, соцналог автомат түрде жойылып кетті. Төлемейміз демек. Тек қана подоходный налог 50 400 теңгені төлейміз. Мынаяқта сол шығып тұр. Соцналог бізде жоғалып кетті. Зарплатамен ол шегерімге ұшырады. Так, келесі кеттік. Страница 2-ні басайық. Мына жерде 17.150 деп автомат түрде бізге шығарып берді. Келесі пенсионканы өзіміз толтырамыз. Минималка бойынша толтырамыз.
бұл бізде июльден кейін бұлай толтыруға болмайды, яғни пенсионканы зарплатамен бірдей қыламыз, иә. Мына жерге 70 мың деп толтырып алайын. Төлемеген айларыңызға 0 басыңыздар. Так, келесі міне автомат түрде 42 мың шықты. 7 мыңнан төлегенбіз. Так, лицевой счетты қарап жіберейік. Міне бізде 42 мың теңге шығып тұр. 42 мың дұрыс деген сөз. Келесі кеттік. Так, мына жерде бізде медстрахование қаншадан төледік? 4900-дан, иә. Бұл жерде енді 0 баса алмаймыз. Міндетті түрде төлеу керек. Доход болсын, болмасын, міндетті түрде 4900 төлейміз. Тек босатылғандар бар. Мысалы, алтын алқа, күміс алқа, тағы басқалар, иә, инвалид деген сияқтылар. Міне біздің сумамыз полностью шығып тұр. 29400 теңге шықты. Енді так, тщательно қарап алайық. Барлығын толтырдық. Доход бар айлар, доход жоқ айлар, барлығын толтырып шықтық. Келесі страница 4. Соңғы страницаға келсек, мына жерде 0,27-ге ашықта бин аппаратын жаз деген. Ауылдың бин аппаратын. Оны қайдан табамыз? Мысалға, манағы Түлкібас ауданы болды ма бізде? Соны копировать етіп алуға болады. Мысалы, 58-15 деп, немесе подоходный налогтың үстін басуға болады. 0,4 деп. Міне, бірден бассаңыздар автомат түрде шығады ауылымыз. Түлкібас ауданы әкімдігі Рысқұл ауылдық округі деп. Егер білмей жатсаңыздар, просто 58-15 десеңіздер, ауылдар қаптап шығады. И өзіңізге керекті ауылды таңдап аласыздар. Так, мен шықпай тұр, выбрать деген дұрыс баспай тұрмын. 58-15 04 выбрать, міне шықты. Шыққаннан кейін соңында бізде УГД сұрап тұр. Түлкібас ауданының УГД-сін жазамыз, әрине. Регистрационный данныйда жазылып тұрады барлығы. Немесе лицевой счетыда тұрады, 58-15 деп басталғанның барлығы сол Түлкібас. 58-15 төрт-ақ цифр копировать етіп аламыз. Немесе регистрационный данныйды ашып қалсаңыздар, сол 58-15 по месту нахождения, по месту жительства дейді. Осы жерден шатаспаймыз, по месту жительства 58-15 дейміз. Осы жерде, достар, кейбір адамдар болады, біреу өзі Қостанайда тұрады, бірақ Астанада ИПСі. Онда по месту нахождения дегенге ИПСі адресі қай жақта? Мысалы, Астана болса, Астананың УГД-сін жазыңыздар. Ал по месту жительства Қостанайдікін жазады. 58-15 емес, ол кезде басқа цифр тұрады. А по месту жительства басқа цифр тұрады. Оның барлығы регистрационный данныйда жазылып тұр. Екеуін бірдей қылып қылмайсыздар, мына 58-15, 58-15 сияқты, иә? Немесе былай болуы мүмкін. Ақтөбе қаласы Темір ауданында. ИП Ақтөбе қаласында өзі Темір ауданында тұрады екен. Дәл солай жазасыздар. ИП Ақтөбенің, мысалы, 06-18 жазасыздар. По месту нахождениеге ИП-ның адресін. А по месту жительствоға Темірдікін жазасыздар 06-13 деп. Екеуі екі түрлі болу керек. Так, болды. Енді барлығын тексеріп шығайық. Проверить заполнение дейміз. Ошибок нет дейді. Отправить в ОГД, яғни құжатымызды жіберейік. Очередная, первый полугодие 2023 дейді. Енді бұл жерде манағы бірінші сияқты аут таңдамаймыз, рысан таңдаймыз, екіншісін таңдаймыз. Подписать еткенде міндетті түрде үнемі рысаны таңдау керекпіз. Так, выбрать. Біздің отчетымыз кетті. Окей дегеніміз. Енді журнал форумға барып отчетты қарайық. Найти. Мына жерде жазылып тұр. Очередная, первый полугодие. Обрабатывается в ЦУЛС дейді, күте тұрамыз. Сосын қайта-қайта обновление жасап отырамыз. Пока разнесена болды деген сөзге дейін. Міне қараңыздар. Разнесена. Так, отчетымыз отырды. Очередная, разнесена. Енді уведомление деген жерді басамыз. Отчетты сақтап алдық, иә? Енді просмотр фононы басайық. Жаңағы уведомление болса, бұны полностью шығарып алуымызға болады. Печать дейді. Печать текущей формы деген таңдаймыз. Текущей форма сіздер толтырған форма. Ал барлық печатьті басаңыздар, печать всей ФНО бітеді, иә? Сондықтан текущей форманы таңдаймыз, болды. Лицевой счетқа барамыз, обновление жасаймыз. Запросить сальдо ЛС. Обновить страницу. Міне біздің отчетымыз отырды. 50 400 теңге, ол бұйырса 25-нен кейін отырады.
себебі налогтың барлығы осы күні отырады. Мынау соңғы айда солай отырады, қалған барлығы жолып кетті. Мына қызыл дегеніміз бұл біздегі пеня. Бірден пеня шықты, себебі бұл адам кешіктіріп төлеген екен, кейбір айларды соған байланысты шығып тұр. Бұны отчет жасамай тұрып та төлеп тастауға болатын еді, достар, 737, 1871 дегендерді, иә. Просто бұл кісі айтқан жоқ, что олда просрочка бар екенін, кешіктіріп төлеген туралы. Сол себептен отчет жасағаннан кейін шығып тұрды. Бірінші ескерту келеді, екінші штраф келеді. Сол себептен ертерек төлеген жақсы. Айларыңызды білетін болсаңыздар, уже мен сіздерге видео дайындадым, пеня есептеу деген. Соны басып қарасаңыздар, алдын ала төлеп, ешқандай қызыл қылмауға болады. Ал егер де отчеттарыңызда осылай қызыл болса, демек сізде пеня бар деген сөз, сізге ескерту келеді, сізге одан кейін штраф келеді деген сөз. Сол себептен енді бұны төлеген кезде Каспийден пеня деген бөлімін арқылы төлейсіздер. Мысалға 737 ол бізде 91-101 бізде ол пенсионка, иә? Бұл жерде пенсионка тағы басқа деп жазылып тұрмайды, КБК арқылы біліп отырасыздар. Бұны Каспий приложениесі арқылы пенсионканы төлейтін кезде пеня дегенді ғана таңдайсыздар. Пенсионканы өзі таңдамайсыздар, пеня деген таңдап, осы сумманы төлеуге болады. Бірақ 737 теңге төлемеңіздер, 800 теңге қылып төлеп жіберіңіздер. Себебі налог 3 күн отырам дегенше пеняларыңыз өсей береді. Тағы да бір 13 теңге, 15 теңге минус болып келіп тұрады сіздерге. Сіздер оны байқамай қалып, лицевой счетты обновить етпесеңіздер, сіздерге ол қайтадан ескерту болып келеді, немесе штраф болып келеді уже екіншісінде. Келесі бізде 1871 теңге. Так, оны қайдан көріп отырсыздар? Ол КБК арқылы оқылады. 902-101, 1871-де 2000 теңге қылып төлеп жіберуге болады. 904-101, 481 теңгені 500 теңге қылып төлеп жіберсеңіздер болады. Сөйтіп отырып, барлығы мына жер дәл осындай зеленый болған кезде сіздің отчетыңыз дұрыс отырды деген сөз. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.